Сәлеметсіздер ме, құрметті достар, бүгін біз сіздермен лимон қосылған кабачки тосабын қайнатамыз. Ол үшін бізге 2 кг кабачки, 2 лимон және 2,5 кг құмшекер қажет. Ең алдымен кабачкидің қабығын жұқалап аршып тазартып аламыз. Аршылған кабачкиді 4 бұрышты формада тураймыз. Жуылған лимонды да қабығымен дәл солай етіп тураймыз. Турап болған соң 2,5 кг құмшекер қосып араластырамыз. Араластырып болған соң ол жарты сағат тұру керек. Сол уақытта өзінің шырыны шығады. Содан соң барып қайнатамыз. Қатты қайнаған соң баяу отта жарты сағат уақыттай тағы тұру керек. Содан соң барып қана банкыға жабуға болады. Міне достар, бүгінге осы видео ұнады деген ойдамын. Ұнап жатса лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Және де осы уақытқа дейін комментарий қалдырған менің көрермендеріме көп рахмет. Алдағы уақытта тағы кездескенше.